Болашақ ютуберлер, сіздерді көргеніме өте қуаныштымын. Бүгінгі видеода ютубтың пайдалары туралы айтатын боламын. Видеоны соңына дейін қараңыз. Ютубтың пайдалары, бірінші пайдасы, ол ютубта просмотр арқылы табыс табу. Яғни сіз видео шығарасыз, сол арқылы, яғни сіздің видеоңызды адамдар қарау арқылы сізге табыс түседі. Екінші, ол тауарыңызды, қандай да бір тауардың өніміңізді сату арқылы табыс табасыз. Яғни мысалы дастархан сатасыз ба, көрпе сатасыз ба, велосипед сатасыз ба, маңызды емес, кез келген товарды осы YouTube арқылы, яғни сол товардың егжей-тегжейлі айтып, описаниесін, яғни сол товардың пайдасын, жалпы қызметін айтып, осы YouTube'да сатуға болады. Сол айтып видео шығарасыз, сол арқылы сізге клиенттер келеді. Үшінші пайдасы ол біліміңізді сату. Яғни сіз математикадан сабақ бересіз ба, өзіңіздің жеке ағылшын курсыңыз бар ма, сол арқылы, яғни әртүрлі білімдерді сату арқылы ютубтан пайда табуға болады. Сол білімдеріңіз туралы айтып, сол білімдеріңізді YouTube арқылы жеткізіп, содан табуға болады. Онлайн курстар сату, жалпы онлайн білімдерді осы YouTube арқылы сату өте жақсы. Және де танымал, жеке бренд дамыту, танымал болу. Яғни мүмкін сіздің арманыңыз бар шығар, кішкентай кезінен бері танымал Қазақстан барлық елдерге көрсетеді ғой. Сіздің яғни видеоңызды бүкіл елдерге көрсету арқылы сіз танымал боласыз, жеке брендіңіз қалыптасады. Сіз яғни сізді тек қана Қазақстан емес, бүкіл елден көреді, шетелден көреді. Сол арқылы танымалдығыңыз қалыптасады, яғни жеке брендіңіз қалыптасады. Келесі, YouTube деген тегін платформа ғой, тегін, яғни қазіргі уақытта тегін, қазірден бастап кетуіңіз керек. Қазірден бастап, яғни кез келген адам ютубер бола алады. YouTube'да тікелей эфирге шығуға болады. Тегін тікелей эфирге шығасыз. Тікелей эфир арқылы өзіңіздің оқырманыңызбен сөйлесуге болады. Және де YouTube'да деген Instagram секілді сторис бар, пост бар, TikTok сияқты шортс бар, яғни TikTok сияқты кішкентай видеолар салуға мүмкіндігіңіз бар. YouTube ол мүмкіндік, өйткені YouTube арқылы сіз жарнама жасай аласыз, тегін жарнама жасай аласыз, клиенттер әкеле аласыз. Және де YouTube'пен тікелей партнер болып табыс таба аласыз. Және де басқа магазиндерді жарнамалай аласыз YouTube'да. Мысалға Каспи, Валберс деген сияқты магазиндерді жарнамалауға болады YouTube'да. Олай да табыс табуға болады. Уақытта YouTube тегін платформа деп жаңа сіздерге айттым, тегін болып тұрған уақытта YouTube'ды негізі бастап кеткен жақсы. Кез келген адам ютубер бола алады. Үйде отырыңыз, немесе жұмыс істеңіз, қандай жағдай болса да ютубты бастаған дұрыс. Кез келген адам ютубер бола алады. Сондықтан да тек құр ютубты қарап, біреудің киносын, біреудің видеосын қарап отыра бергеннен, ютуб арқылы, яғни сіздің видеоңызды басқалар қарап, сізді қарап, сіз табыс табыңыз. Видео егер мен осы бүгінгі ақпаратым ұнаса, каналыма тіркеліп, жіберіп алмас үшін, жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп, лайк басып, және де достарыңызбен бөлісе жүріңіздер. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Келесі видеода ютубтың тағы қырларын айтатын боламын. Пока. Сау болыңыздар, құрметті ютуберлер. Болашақ ютуберлерім, сау болыңыздар. Келесі видеода кездескенше.